Мұса пайғамбардың әңгімесінен шығып жатыр. Бір-біріне шапағат етеді, оларға біреу шапағат. Енді шапағат жетіспей қалғандар бар ғой. Кім біледі енді кімнің соңы қалай болатынын, Құдай сақтасын. Шапағат жетіспей қалған адамдарға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі келіп шапағат етеді. Ал болды. Тіпті дейді ғой, жамағат, мынау үмметім дейді, пайғамбарымыз айтады. Үмметім күніне таңертең 10 рет, кешке 10 рет салауат айтып қойшы деп жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Салауат 10 таңертең, кешке 10. Менің шапағатым міндетті түрде сені іздеп жетеді дейді тауып. Көрдіңіз бе? Жаңағы балаша кішкентай сәби жәннатқа кір, сенің есеп қисабыңа қаламың көтеріліп тұр, жазылған жоқ десе, ана бала мен кірмеймін деп айтады дейді. Мә саған керек қой. Жалғыз жаратылыс Құдайға қарсы шығатын жаңағы кішкентай балдар дейді. Кір десе, кірмеймін ал дейді жаңағы бала. Мысалға да, неге кірмейсің десе, әке шешем ше деп айтады дейді. Алла тағала әке шешеңді алып кіре ғой деп айтады дейді. Шапағат па шапағат? Ана